Қайырлы күн, құрметті қазақ елі. Енді мынау Рудныйдағы жағдай туралы Рудныйда тұратын жігіт сөйлесін. Мен бұл қалада 20 жылдан бері тұрып отырмын. Сол үшін де бірден айтып кетейін. Рудныйда көше аттарының ауыспағандығына Рудныйда тұратын қазақтардың мүлде кінәсі жоқ. Біз өзі мында бір 37% қазақпыз, кемінде бір 40 мыңдай қазақтар бар. Біз өзіміздің функциямызды орындадық. Біз көше аттарын ауыстырайық деп баратын жерге бардық. Айтатын жерге айттық, жазатын жерге жаздық. Енді өкінішке орай біз тым солтүстікке жақын өңір болғаннан кейін бізге бұндай процесс кешірек келуде, баяуырақ келіп отыр. Сол үшін де бұл жақтағы қазақтар өздерінің міндетін атқарды, толыққан тіпті артығымен атқарды. Сол үшін де анау әлеуметтік желіде отырып алып, Рудныйда қазақтар жоқ па, намысшыл қазақ жоқ па, анау жоқ па деп айтудың керегі жоқ. Ең бастысы бұл процесс басталды. Түбінде толыққанды бүкіл көше аттарын ауыстырып, қаланың да атын ауыстырамыз.